Ой, беш секунд қалды. Братан, 1 минут деп едік қой. Тұра арқандан рас. Қалай болады? Ең бірінші жылан, екінші 500 таракан құттың, үшінші арыстан. Ал, құрметті достар, танымадыңыздар ма? Расул да мені осылай танымау керек. 1 жылдан аса уақыт болды. Расул деген жігіт менімен жолығу үшін барлығын істеді. Автобустың үстінде атты ма, машинама жабыстырып, үйге келді. Барлық, возможно, Россияға дейін торт жіберді. Дәл қазір ұмытпаңыздар, каналға жай ғана тіркеліп қойыңыздар. Ал менің мақсатым көрейін қаншалықты шыдамды екен. 1 жыл шыдады. Мақсатым Расулды отказ бергізу. Ал оған көмектесетін жүргізуші болып Гапа! Ғабит, бүгін Ғабиттің мақсаты, Ғабит Адыршай біздің Кетаудағы бауырым. Бүгін родной сен мақсатың Расулды қайтару. Болды, сындырамыз ғой. Болды ма, точно ма? Ал, соңына дейін көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Отказ бере ма, бермей ма? Ал біз жалғастырамыз. Короче, мен көрінбеймін ғой. Аяқтан талмаса, тамырларым тамып қоймаса. Мен бірақ ортасында келемін, что жатқан кезде сәттілік үшін бауырым. Маскасын шешті сыныш. Все, Расул, бекетсіздер. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Расул здесь. Я бүгін інінен Нұрет ағамыз шақырып тұр енді. Енді қазір қорқып тұрмын, мандраж болып тұр. Че там? Мен дайынмын, сіздер дайынсыздар ма? Кеттік онда. Кеп қалдық қой же? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ма? Шүкір жақсы бір амандасың өздерің. Нұрдәулетті көремін деп ойладың ғой да? Примерно, да? Нұрдәулетті көру оңай болмайды енді. Былай, Расул. Енді Нұрдәулетті көру үшін біраз нәрсе істедің, дұрыс па? Қысқаша не істедің, айтып кетші просто. Бәрін басынан қалай болған айтып берейін. Ең бірінші жолдың бойында, по-моему, фото ұстаған, қазір андай да бар еді. Ең соңғы рет мынау болды, по-моему. Қараңыздар, нәрсе бәрі көрсетілген. Көбісі айтуы мүмкін, Нұрдәулет, сен кімсің, жолға салмайсың ба деп. Просто блогер. Блогер мен блогер коллаб жасау, ол оңай нәрсе емес. Қараңыздар, полный жолығу бәрі болды. Қазір көбісі айтуы мүмкін, неге жолға салмайсың, неге өзінше болып кеттің ба деп. Мен көшеде кез келген адаммен жолығып суретке түсе беремін. Шақырса да барам бұнай. Именно блогер, ол Расул блогер еді, пранкер еді да. Сондықтан да мен жолығу сәл әзір азарт қылдым да, чтобы қызық болсын, сразу жолықпасын деп. Ол до конца барды, барлығын істеді, бағана көрсеткеннің барлығын. Жоқ. Енді Нұрдәулетпен кездесу саған әлі де оңай болмайды. Нұрдәулетпен жолықпау екеуміздің қолымызда болып тұр қазір дан момент. Менің мақсатым сені сындыру болып тұр ғой, короче, бұл жерде. Енді Нұрдәулетпен жолығу үшін саған қойылған 3 задание бар. Бірақ енді оңай задание болмайды, сразу айтайын. Так что келсем, келіспеймін, қазірден бастап келісіп алайық. Сен айт жауабыңды. Нормально ма, точно ма, до конца ма, точно? До конца. Ойланбайсың ба? Ойламаймын, до конца. Алдында көріп тұрсың ғой да қара ящикті. Ішінде не бар екен білмеймін енді пока что менде. Бірақ любой нәрсе болуы мүмкін. Любой задание болуы мүмкін. Точно до конца барасың ба? До конца барам. Сонда да шапалақ ұрып қояйық, давайте. Көреміз ба, онда не екен? Точно ма? Көрейік онда, давай, ашайық. Пока білмеймін енді, интрига болып тұр. Бір заданиені білмеймін, пока. Еба, немене мынау? Жылан ба? Мынақта тұр ғой. В общем, бірінші задание. 3 жыланда сен наның ішінде жатасың, 3 жылан сенің қасыңа жібереді. Сен 1 минут солармен жатасың, еще 1 минут тоқтамай өлең айтып тұру керексің. Дайынсың ба? Давай, кеттік. Давай, кеттік болса кеттік анда. істесе бәрі бар қорықпа. Ой, блин. Ай, блин. Резких движений нельзя, бросать нельзя. Басын қойсай, басын қойсай, ана қолғанмен.
Давайте онда таймер қоямыз ба? Таймер, иә. Кетті таймер. Кімде телефон бар? Давай кеттік, өлең басталды. Таймер кетті онда. Примерно 1 минут засекать етесіңдер онда кетті таймер. Айта берейін ба? Ауыз айырып батыр бұл. Burada мен әннің текстін білмей бұрысы, әше айта берсе болмай Өлең айта бер. Роза, 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 роза. Ты меня доза, доза, доза. Рошангл, роза, 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 роза. Рошангл, роза, 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 роза. Ты меня доза, 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 доза. 40 секунд бар әлі. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Рошангл, роза, 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 роза. Рошангл, роза, роза, роза. Роза, роза. Қай жерін ұстап алған? Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Неше секунд қалды? Нормально бар әлі, 2 минуттай бар. Братан, 1 минут өтіп қой. Болма, 1 минут болма. Все, давай. Кәм 3 жылан болды кәдімгідей. Өзім күтпедім ондай 3 жылан алып. Кәдімгі бүйтіп жыбырлайды, біртүрлі кәдімгі ондай. Негізінде жыланнан қорқамын негізінде. Енді екінші задание қандай болатынын білмей тұрмын енді. Ол да опасно болатын сияқты что-то. Гроб дейтін бе? Я гроб қылғамады, короче. Кәміне гробтың ішіне кірсең андай жанындағы дауыс естілмейді ана. Бір нәрсе істеген кезде ойладым, типа, айтып үлгермей қалам ба деп ше. Сондай қорқыныштар болды. Тезіз алып тезіз. Тапында. Сөйтіп қалай екен? Иә, жаман екен оларға. Аузын аштан отыр. Иә, бана. Бұл секіре берсем болды ғой? Ең бірінші задание қалай болады? Ең бірінші жылан, екінші. Базар жоқ Расул, бірінші заданияда өтті. Красавчик, енді екінші задание бар алда. Екінші задание енді бұндай оңай болмайды. Сразу айтайын. Кішкене қиындау и қорқыныштылау болады. Осы ішінде боламын да? Білмеймін енді, екінші заданияға сен келсем дегеннен кейін барып уже көрсете беретін боламыз. Екінші задание жестко енді, шынымен жестко болады, оны бағана көрдім өзім. Так что екінші заданияға өтесің, либо мен саған айтайын, менде қазір ровно 100 000 теңге бар. 100 000 теңгені аласың, қайтасың. Нұрдәулет смело көріп қаласың көшеде, по идее, задание өтесің. Екінші заданияға өтем ба? Точно ма? Екінші заданияда сынып қалмайсың ба қазір? Все, олай болса екінші заданияға өтейік. Көрсетеміз ба, кетіп па? Все, көзін байлаймыз, не істейміз? Что қорқынышты мен саған айтайын. Абайла. Кетті ондай. Давай, раз. Сәл төмен жатыр ма? 2 минут нормально 3 минут жатасың, бірақ бұл жол жылан емес енді. Ержан кір дейсің. Көзім шеше берейін да? Брат, извини. Еба! 500 таракан болды, кәдімгідей. Өте қатты қорқып кетті мана 500 таракан андай. Көзді аштым, үстіме 500 таракан лақтырды ғой кәдімгідей. Ана жер шок болдым енді кәдімгі, қорқынышты болды. Негізінде сол кезде 200 000 теңгені алып кетіп қалсам болатын еді негізінде. Бұлайда даладан Нұрдәулетті көрсем болады негізінде. Бірақ Расулға мүмкін әше хайп керек шығар. Менімен жолығу емес, мотивация емес, просто хайп шығар. Мүмкін ақшаны берсе, кейін мен любой жерде оны жолыға аламын ба негізі сөзін ашық енді. Ол Нұрдәулет десе мен көшеде жолығып амандасып история түсіре саламыз. Бірақ оған керегі, что осындай күшті мотивационный контент, өйткені күшті көрсету халыққа. Мотивацияны көрсету бір жағынан енді бір ойлаңдаршы, бір жыл бойы бір адаммен жолығамын деп жүріп, жолықты. А так Расулмен де жолығамай жүрген қанша адамдар бар ғой. Ол таракан құрттан қорқу мүмкін. Брат, извини. Еба! 500 таракан мына жерде. Ебаналар, ауыртады екен ғой дейін Олар аз давай деп ол. Ай, бұй! Орманда қыштып тұр. Тесіктерін бәрін деді. Их лучше стряхивать, через 5 минут они начинают кусаться. болды. 3 минут жатамын. Ол жатырмайсың давай. 5 минуттан кейін істейсің бар. Ол жауымыза енді істейміз. Кетті, камера қайда жаңа, секундомер. Ән айтамыз? Раушан, роза, 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 роза.
Рошангүл, Роза. Неше минут, братан? Шешті маскын. Неше минут? Маскын шеше алайын. 3 минуттан көп жатасың по-любому. Мына сотка қойылған жоқ, 3 минут сотка қойғаннан бастап соткан. Сотка қой жерінде. Камера біреуін қойып. Не істеп жатыр ма не? Жоқ ана. Триконың ішіне кіріп қалып жатыр біреу. Мына қырза анау кіріп жатыр анау біреу. Рошангүл, Роза. Жай бар, ескесің. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Нормальды ма? Шықпайсың ба? Ал, Шықпайсың ба? шықпайын неге, дай. Мына жерде 500 ба точно? Ебі, адам арасында шын. Ана чағып отырған қолын. Негізі қорқатын адам. Негізі. Аллерген жоқ па да? Сен қайда аллерген шынсы? Қытайдың жейтін тарағандары ғой негізі. Примерно, Біреуін жек көрші. біреуін жеу керексің десе ең соңында. Анадан біреу, анадан біреу. Именно үстінде кетіп жатыр қызым. Мен бүйтіп өтіп жатыр ғой. Шағып жатыр. Ана қайтадан жинап етсешін ба? Сондай болды ма не? Я алданып қалдым ба? Немене? Плюс сор бола ма не бәрін? 3 минут болды. Все, шапалауыз қойық. Екінші задание бітті. Болды, шығармай қойық. Бірақ мен негізі басында бетіне төк деп айтқанмын ғой, бетіне төкпеген. Денесіне төккен, өйткені өзі әкелген адам, келіншек бетіне төгемейді, қауіпті деп айтты да. Содан кейін негізі мен болғанда өзім болғанда бетіне байланып төгіп 500 таракан осылай істеймін. Потому что енді эмоция қызық. Құрттан тараканнан ештеңе болмайды. Одан да екінші заданядан қорықпаған сияқты, или қорықтым. Мен бірақ бермеймін деп шештім. Басында келатқан кезде оғанда дайындалдым кәдімгідей. Бұндай болатынын білмедім, бірақ дайындалып келаттым ше уже. Мен бірақ до конца барамын деп ойлаймын. Тряхивай быстрее. Там мы за фокус. Арқанда. Ойында кіріп баратыр арқандан рас. Екінші заданияны өте Расул, өзіне шапалақ ұрып қойсам болады. Все, онда үшінші задание. Үшінші заданияға, енді үшінші заданияға точно барам деп ойлап тұрсың ба өзің примерно? Біліп тұрмын деп тұрсың ғой енді не екен, не? Жоқ, үшінші заданияға барам деп тұр енді. Үшінші заданияға барсаң да болады, бармасаң қолыңа 200 мың теңге. 200 мың теңгеден отказ беріп жатыр енді. Точно барасың ба? Точно. Көзін байлаймыз ба? Мен бірде сетканы ішіне кіріп жүрсем ме, не сыртта тұрам ба күнше? Нормально ма, ештеңе көрініп тұрған жоқ па да? Неше күн тұрам? Точно ма? Точно. Барамыз ба олай болса? Шақ қарайық. Әлі кірген Расул, короче, бізде ең соңғы задание. Ең соңғы заданияға 200 мың теңге емес, давай 500 мың теңге. 500 мың теңге аласың, қайтарсың. Нұрды өтпен жол қоймасын болады. Точно ма? Олай болса, давай онда. Қасыңдар онда. Көзін ашайық. Көзін аша береміз, а? Все, олай болса кеттік. Үшінші задание – паук. Пауқты бетіңе қою керексің. Бірақ, мынау енді анау паук емес, тістейді. Обязательно тістейді. Пока не открывайте, пожалуйста. Қазақстандағы ең дөп паук мынау. Қазақстандағы ең үлкен паук. Я шыны керек, мен сол пауктан қорықтым, шағып ала ма деп, бір нәрсе боламын, больницаға барамын, анау, проблема болып кете ма деп ойладым. Ең үлкен паук, так что, а? Енді бір 1,5 минут тұру керек негізінде, бірақ 1,5 минут тұра алмайсың ау.
Дайынсың ба? Мына серьезно бұл ойын емес, кішкене тез қозғалып қалсаң бітті істейтін. Сен аллергия жоқ па полқа? Дайынсың ба? Давай, дайын. Серьезно айтып жатырмын, мен ойнап айтып жатқан жоқ, қорқытып жатқан жоқпын. Мынау тістеуі мүмкін. Да? Главное, чтобы не умер. Аллергия есть? Нет, ничего нету. Хоть немного. Да, арыстан отырма десем, не майка. 500 мың келсең деп жатыр едім. Резкие движения, главное, чтобы не делать, тогда он ужалить может. И причем он жалит очень больно. Я не Что он шучу. говорит, пранки снимал? Не с такими. Нет, он, знаете его. Познакомился. Но потолок на ойынды. Ебать. Даже апайдың өзі болса дұрыс. Артқа қара. Стоп, раз, стоп, шыда. Әлі етеді шыда. Только не скидывай его. Мінді ма? Мындай айқайлап не қылып жүрмесей болды ғой. Мінді ма? Айырын жарып алғым. Сен аяғың шағып ал, міне. Бля, мойынға баратыр бір кейін Уақыт. Шыда. Қимылдама, родной, қимылдама. Братан, уақыт кетті, уақыт. Уақыт кетіп жатыр, нормально. Артынан түртейін. Ай, былай, не істеп отырайын? А все, терпи. Ебать. Мынау потолок мынау. Что ты же смелый был? Выпрямись хоть. Басын көтерсейші. Резкі қозғалып қалмашы, главный. Әнін айтайын ба? Әлі айтасың. Айтайын бұны бәйіміз. Резкие движения, пожалуйста, не делай. Все, какая у тебя подружка сидит. Білем, мынау қорқыныш. Сол иығына қарашы, бро. Сейчас треба целуйте, говорю. Пусть это он не вас, а его. Әжайын ғой. Уақыт болды ма? Куда больше не делай. Абайлаш. Все можешь снять его. Красавчик. Давай, шаба выпада, красавчик. Шамалақ слава екен, е? Сотқысы. Бір уақыттан паук не жеріне тұрады. Сосын не жеріне біреу түртеді. Мен білмеймін кім екенін ше, андай қорқып тұрмын, жаңа тәте түртіп жатыр ма деп. Қарасайшы, сөйтіп қарап қалсам Нұрдәулет, інінен Нұрдәулет. Сол кезде вообще эмоцияны ана жерде айта алмаймын кәдімгідей. Қуанып кеттім кәдімгідей. Інінен кейін мен інінен үшін автобустың үстіне мініп салют аттым Әл-Фараби көшесіне, Алматы көшесіне, ең мықты. Одан кейін оның жазалары болып, біз қамады. Мені колледжден шығарып жіберді соның кесірінен. Аллаға шүкір енді жетістікке жеттім, міне інінен кездестім. Мен кәдімгі өзімнің эмоциямды білдіре алмай тұрмын да. Бірақ қуанып тұрмын кәдімгідей. Інінен кездескен үшін мен өте қатты қуаныштымын. Армандар орындалады екен натуре. Мен жеттім, Құдайға шүкір. Қалай жалай? Мен 300 заданиеге келдім Арыстанда. Бәрі Арыстан қайда деп алдап отты. Кәдімгі енді Арыстан деп отқан жасында, өйткені Арыстаннан гөрі негізі Расул өрмекшіден қатты қорқады деп естідім. Сондықтан да өрмекші әкелдік. Бұл өрмекші Қазақстандағы ең дәу өрмекші екен. Паук ито қазір көктемде қозама бір нәрсе қауіпті болады. Негізі ол кезде де жатып бетіне қою керек тұғын. Ана жерде мен тұрдым да айтамай тұрмын ғой. Ойсай бетіне десем бәрі тыңдамайды, мына жаққа ап жаққа қарап та. Сразу сол жерде денесіне қойылды, бірақ мойнына барды. Соның өзіне дірілдеп өйтіп қорқып тұр. Егер Расулға бұл задание оңай болды десеңіздер, давайте комментарий жазыңдар. Бұдан да қиын задание берейік. Орындай алмаса, ол бір нәрсе істесін. Штраф или ақша деген сияқты қызық болды. Ал құрметті достар, Расул бауырым, інім орындады 3 задание 500 беріле ме? Берем дедім, отказ бердім. 500 теңге. Пауктан құрат деп негізі қатты да. Пауктан құрат. Жаңа денем не болды жаңа не деп бақтым. Красавчик. Негізі біз алыстан біріміз көргенбіз. Негізі біріміз алыстан біраз көргенбіз. Бірақ официально осындай өзі шоумен екен, шоумен қарсылайын деді. Қандай ең қорқынышты қайсы болды? Шайсы болған. Ең қорқынышты жыландар болды ғой, жыландар болды. Біз ең бірінші жыланды ғой негізі оңай болды. Ең қорқынышты болды. Ал армысыңдар достар, видеоның соңына келді. Барынша қинадық Расулды. Сонда да қолғанады. Не алады?
Расул барынша қинадық, но барлық задания өтті. Ақшаға да сынбады, негізі былай да жолға атек екеуміз. Но до конца барды. Құрметті достар, ең бастысы. Расул өзі страхын жеңді. Екіншіден мақсатқа жете алатынын білді. Ал нет, ничего невозможно, бәрі де мүмкін. Давайте, достар, бірім Расулды қолда барлық жаздыңдар ғой маған енді. Сондықтан дәл қазір комментарий жазып, лайк басыңдар, каналға тіркеліп қойыңдар. Сіздермен бірге Энелайв ТВ, Нұрдәулет бұйырса әлі талай шоу жасаймыз. Рахмет бала. Команда рахмет бағыттарыңызға. Көргендеріңізге рахмет. Домдыва сияқты кеттім, анан зато бірақ барынша түсірдік та біз де көтеріліп жатырмық та енді. Қолдамайсыңдар осындай кезде көтерілген кезде. Поддержка беріп, лайк басып, мына съемкаларың жақсы болып жатыр екен. Бір адам емес, қараңдар, қанша адам жүр мына жақта. Қолдап қойыңыздар. Бұйырса жақсы контент шығарамыз. Сіздердің қолдауларыңыз біздің желание ашады. А Расулдың желаниесін мен ашып бердім. Расул, тоқтама, тек сәттілік, алға баса бер. Красавчик. Все.